қызық емес, алгебра пәні маған болашақта қажет емес, өйткені мен гуманитар бағытпын деп өзіңнің А точкаңды басқаның Б точкасымен салыстыру. Бірден бір тапсырған кезде 120 балдан жоғары алған жоқ қой. Ол да басында бәлкім 50, 60, не болмаса 70 балдан бастады. Менің бүгін настроением жоқ, ертең бастаймын деп жүрген кезде, сіздің қатарластарыңыз бүгін ұбт-ға дайындалып бастап, уже результат көрсетіп жатыр. Бір деңгейде қалып кетесіздер. Сол себепті де жоғары қарай көтеру үшін үнемі анализ жасау және де үнемі қателіктермен жұмыс жасау өте маңызды болды. Сәлем достар, сіздермен мен Мереке, және де бұл видео өздеріңіз біліп отырғандай ұбт-ға дайындық кезіндегі топ не болмаса үлкен қателіктер жайлы болады. Видеоны бастамас бұрын комментарий және лайк қалдырып кетулеріңіз өте маңызды, өйткені алдағы уақытта осы ұбт-ға дайындық бойынша әртүрлі идеялармен видео түсіретін боламын, және де сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Ендеше видеомызды бастайық. Ендеше бізде үлкен қателіктердің бірі ол пессимист болу. Әрине өзіміз білетіндей пессимист жандар үшін стресске түсіп кету және де көңіл күйінің болмауы өте бір барлығы үшін бірдей жағдай. Яғни пессимист жандарға сол себепті де оптимист болу өте маңызды. Үнемі сізде көңіл күйіңіз түсіріңкі және де бір артық энергияңыз болмайтын болса, үнемі шаршаңқы болатын болсаңыз, ендеше сіз бәлкім пессимист жандардың қатарында болуыңыз мүмкін. Ендеше бұндай жағдайда оптимист болу, үнемі өзіңізге жақсы жағынан дұрыс сөздер айту, өзіңізге бір мақтау сөздер айту өте маңызды, өйткені егер де сізде сенімділік түсіп кететін болса, ендеше бұл ең соңында ұбт-ға деген дайындығыңыздың прогресіне де әсер ететіні сөзсіз. Бірақ та пессимист болу бұл өте жаман дегенді білдірмейді. Неге? Өйткені әрине кейбір кезде біз мысалы, егер де мен қазір дайындалмайтын болсам, ендеше ұбт-дан өте аз бал аламын. Ал енді ұбт-дан аз бал алатын болсам, ендеше грантқа түсе алмаймын деген секілді кейбір кезде бір қорқыныш сезімдері де біздің алдыға қарай сабақ оқуымызға, не болмаса ұбт-ға дайындалуымызға бірден бір себеп болып табылады. Сол себепті де пессимист болу, не болмаса оптимист жандардың арасындағы бір балансты ұстау қажет деп мен айтар едім. Екінші қателік, бұл бізде бұл маған қызық емес. Екінші қателік, бұл маған қызық емес деп айту. Әрине, егер де сіз өзіңізге үнемі бір пәнді, бейімдік пәніңіз болсын, не болмаса матем сауаттылығын алып, бұл маған қызық емес, мен түсіне алмаймын, ешқандай бір қызығушылығы жоқ менде деген секілді сөздерді айта беретін болсаңыз, ендеше сіз өзіңізге өзіңіз зиян келтіріп жатырсыз. Неге? Өйткені мен өзімнің мысалымды айтқым келіп отыр. Мен осы 10-шы сыныпта алгебра пәнінен бұл маған қызық емес, қиын, бұл программа болашақта маған керек жоқ, пайдасы тимейді деген секілді сөздерді айтып, кішкене алгебра пәніне деген бір қызығушылығым төмендеп кеткен болатын. Яғни сол уақытта мен синус, косинус, тангенс, котангенс деген секілді әрине ережесін кішігірім білгенмен, бірақ та қызығушылығым болмағандықтан, оны ары қарата игеріп кету жағынан менде кішкене проблемалар болды, өйткені менде ешқандай қызығушылық болмады. Ал енді нәтижесі жайлы айтатын болсам, ендеше мен SAT тапсыратын болып шештім. SAT деген ол бізде алгебра, яғни математика бойынша тапсыратын экзамен, және бұл ағылшын тілінде тапсырылады. Сол себепті де SAT-ді тапсыру үшін математиканы дұрыс білу, алгебраны түсіну, алгебра пәнінен есептер шығара білу өте маңызды болып табылады. Сол себепті де мен енді 10-шы сыныптағы өзімнің бұл маған қызық емес, алгебра пәні маған болашақта қажет емес, өйткені мен гуманитар бағытпын деген секілді дұрыс емес ойларымның кесірінен мен кейбір программалардан, бағдарламалардан қалып кеткен болатынмын. Бірақ та осы жазда мен SAT экзаменіне дайындалатын болғандықтан өзімнің алгебра пәніне деген көзқарастарымды және де өзімнің ойларымның дұрыс емес екенін түсініп, олардың барлығын өзгертіп жатырмын дұрыс жағына деп айтсам болады. Ал енді үшінші қателік, ол бізде анализ жасамау. Және өзіміздің прогресс жасап жатырмыз ба, жасап жатқан жоқпыз ба, оны тексермеу. Өздеріңіздің жасап жатқан іс-әрекеттеріңізге анализ жасау арқылы сіздерде прогресс болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, сіздер сол нәрсеге көздеріңізді жеткізесіздер. Мен сіздерге қазір мысал ретінде көрсеткім келіп отыр. Мысалы, мынау менде 10-шы сыныпта дайындалып бастаған кездегі пробный тапсырған кездерде үстіп жазып жүретінмін. Яғни әр пән бойынша бірінші тапсырған кезде қанша бал алдым,
екінші пробны тапсырған кезде қанша балл алдым, соның барлығын тапсырып жүретін. Мына қарайтын болсаңыздар, ендеше бұл жерде стрелкалар бар. Яғни бұл стрелкаларға қарай отырып, мен бірінші пробны кезінде жоғары алсам, ендеше төбеге қарай стрелка сызамын. Ал енді екінші пробныда бірінші пробныйына қарағанда төмен алатын болсам, ендеше төменге қарай стрелка сызамын. Осы арқылы мен өзімде прогресс болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, сол нәрсені байқаймын. Әрине сіздерге оңайырақ қылатын болсаңыздар, ендеше бір диаграмма не болмаса бір график сызу арқылы өздеріңіздің қанша балл алып жатырсыздар, алдыға қарай жылжу бар ма, жоқ па, сол нәрсеге анализ жасасаңыздар болады. Егер де сіздер анализ жасамайтын болсаңыздар, ендеше сіздер бір деңгейде қалып кетесіздер. Сол себепті де жоғары қарай көтеру үшін үнемі анализ жасау және де үнемі қателіктермен жұмыс жасау өте маңызды болып табылады. Так, бұл бізде 4-ші қателік. Менің айтайын деп отырғаным, көбінесе біздегі бір relatable situation деп айтайын ба, жиза деп айтуға болады. Көбінесе бізде белгілі бір мамандық ұнайды. Бірақ та ол мамандықты таңдау үшін бізде екі бейімдік пән болады. Мысалы ретінде мен шет тілі мұғалімі пән таңдап отырмын. Ол жерде ағылшын және дүниежүзі тарихы. Менде ағылшын тілі пәнін мен өте қатты жақсы көремін. Дүниежүзі тарихы пәнін ұнатамын. Бірақ та менде мысалы ретінде басқалар секілді дүниежүзі тарихы қиын, өте көптеген даталар бар деген секілді кері бір сыни ойлар жоқ. Кейбір адамдар үшін жаңа айтып отырғандай дүниежүзі тарихы қиын болуы мүмкін. Бірақ та оларға шет тілі мұғалімі мамандығы ұнайды. Осындай кезде не нәрсе жасаған дұрыс? Көбінесе олар маған дүниежүзі тарихы қиын, мен оны игере алмаймын, лучше мамандығымды ауыстыра салайын деген секілді ойда болады, көзқараста болады, бірақ та бұл дұрыс емес. Егер де сізге мамандық ұнайтын болса, ендеше мамандықты ауыстырып қажет жоқ. Сіздегі проблема ол сіз дүниежүзі тарихын ұнатып тұрған жоқсыз. Ендеше сізде дүниежүзі тарихы пәніне деген көзқарасыңыз дұрыс емес. Яғни бұл дегеніміз, сіз жай ғана дүниежүзі тарихы пәніне деген көзқарасыңызды өзгертуіңіз қажет. Өзіңіздің сұрағыңызға жауап алатын болсаңыз, дүниежүзі тарихы маған неге керек? Дүниежүзі тарихының маған беретін пайдасы не деген сұрақтарға жауап табатын болсаңыз, ендеше сіз дүниежүзі тарихына деген көзқарасыңызды жай ғана өзгертіп бастайсыз. Яғни бұл дегеніміз, дүниежүзі тарихы пәнін игеріп бастау өзіңізге оңай болады деген сөз. Келесі бізде өте үлкен қателік, ол әрине өзіңнің А точкаңды басқаның Б точкасымен салыстыру. Бұл барлығымызда болатын жағдай. Мысалы ретінде сіз өзіңіздің қатарластарыңызбен, өзіңіздің бір сыныптасыңызбен, өзіңіз танитын жай ғана бір жанмен өзіңізді салыстыруыңыз мүмкін. Ол жанда жай ғана дарын бар, ол жанда талант бар, ол дүниежүзі тарихын тез меңгеріп алады, дүниежүзі тарихын ол тез оңай түсінеді, алмаған болса ол нәрсе қиын. Дүниежүзі тарихын игеру мен үшін өте қиын, ағылшын тіліне акцентім келмейді деген секілді сіз өзіңізді басқалармен салыстыруыңыз мүмкін. Бірақ та ойлап қараңызшы, бәлкім сіздің салыстырып отырған А точкаңыз ол жанның Б точкасы болуы мүмкін. Бәлкім ол жанда бастапқыда сіз секілді қиналған болуы мүмкін. Не болмаса сіздің сыныптасыңызды алайық. Сіздің сыныптасыңыз жоғарғы балл алып жатыр. Бірақ та сіздің сыныптасыңыз бірден бір тапсырған кезде 120 балдан жоғары алған жоқ қой. Ол да басында бәлкім 50, 60, не болмаса 70 балдан бастады. Ол сол төмен балдан бастаса да, табандылық арқылы және де үнемі кішігірім қадамдармен сол 20+ балға жетіп отыр. Яғни сіз өзіңіздің А точкаңызды біреудің Б точкасымен салыстырып қажет емес. Яғни мен өзімді кешегі менімен салыстыруым қажет. 2 ай бұрын пробныдан қанша балл алдым, ал қазір қанша балл аламын? Сенің өзіңнің бұрынғы және қазіргі результаттарыңды салыстырсаң, ендеше өте жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады дегім келіп отыр. Келесі қателік ол бізде ертең бастаймын деп үнемі өзіңнің планыңды шегеру. Әрине бұл да көбімізге таныс жағдай, бірақ та ойлап қараңызшы, сіз ертең бастаймын, жоқ, ертең бастаймын, бүгін менің қолым бос емес, бүгін менің энергиям жоқ, менің бүгін настроением жоқ, ертең бастаймын деп жүрген кезде басқа жандар, сіздің сыныптастарыңыз, сіздің қатарластарыңыз бүгін ұбт-ға дайындалып бастап, уже результат көрсетіп жатыр. Ертең бастаймын деп жүрген кезде жаз бітеді. Жаз бітеді де қаңтар ұбт келеді. Және сол уақытта сіз көзіңізді ашып жұмғанша уақыттың қалай өткенін сіз байқамай қаласыз. Сіз дұрыс қолайлы уақытты күтіп жүрген кезде
қаңтар ұбт нағыз ұбт келіп қалады. Сол себепті қазір настроениеңіз болса да, энергияңыз болса да, шаршаңқы кішкене болып тұрсаңыз да хотя бы кішігірім бір бастау болу қажет. Қолыңызға кітап алыңыз, ашыңыз, бір параграфты оқысаңыз да оның өзі кішігірім бір прогресс. Осы арқылы сіз жай қадамдармен мақсатыңызға жетесіз. Арманның мақсатқа айналуы, мақсаттың планға айналу және планның орындалуы сізге байланысты. Келесі бізде үлкен қателіктердің бірі түнде дұрыс оймен ұйықтамау. Дұрыс түсіндіретін болсам, меніңше, ерте тұру керек, не болмаса тұрғым келмейді. Неге 11 сыныпта өте қиын, неге осындай қиын период менде болып жатыр деген секілді ойлармен ұйықтайтын болсаңыз, ендеше сіз азанда таңертең ерте ояна алмайсыз. Сізде ешқандай мотивация жоқ, 0, энергия 0, настроение мүлдем түсіп кеткен, тұрғыңыз келмейді, төсекте мүлдем тұратын мотивация сізде жоқ. Бұның барлығы бізде түндегі дұрыс емес оймен ұйықтаудың әсері деп айтуға болады. Түнде қайтып ұйықтауымыз қажет. Ертең азанда ерте тұруым қажет. Өйткені мені күтетін пландарым бар. Шүкіршілік айтыңыз, шүкір, менде пландар бар. Менде алға қойған арман мақсаттарым бар. Кейбір адамдарда арман мақсат жоқ. Жай ғана арман мақсатсыз өмір сүріп жатқан адамдар да бар. Сол себепті сіз барлығына шүкір айтатын болсаңыз, қаншалықты сізде осындай ұбт-ға дайындалатын возможность сізде бар екенін көріп, ол нәрсеге алғыс айта білетін болсаңыз, ендеше сіз азанда таңертең белгілі бір мотивациямен оянасыз. Өйткені сіз шүкіршілік айтып жатсыз. Сізде көптеген мүмкіндіктер бар екенін сіз жай ғана түсініп бастайсыз. Сол себепті де шүкіршілік айту, дұрыс оймен түнде ұйықтау, бұл таңертеңгі сіздің қандай күймен оянатыныңызға бірден бір себеп болып табылады. Қазір осының барлығын айтып жатып, өзіме де бір поддержка, мотивация болып жатыр деп айтуыма болады. Сіздерге де кішігірім көмек, ұбт-ға дайындалып бастауларыңызға бір мотивация себеп болатын болса, ендеше бұл нәрсеге де мен өте қатты қуанамын. Сол себепті де комментарий қалдырып кетіңіздер және де менің каналымды қолдап кетіңіздер, яғни лайк басып кетіңіздер деген секілді. Алдағы уақытта осы ұбт бойынша өте көптеген пайдалы видеолар және де көптеген жақсы пайдалы материалдармен, ресурстармен бөлісетін боламын. Келесі ошибканың бірі ол бізде түнде оқу. Түнде оқу. Көбінесе біз ойлаймыз, мен қазір ұйықтамай сабақ оқитын болсам, ендеше кішкене прогресс болады деп. Бірақ та бұл олай емес. Мен өзімнің мысалымды айтатын болсам, мен түнде оқуды мүлдем қаламаймын. Және де бұл нәрсе мен үшін шаршатып жіберетін бір іс-әрекетке жатады. Егер мен өзімнің шаршап тұрғанымды білетін болсам, лучше ұйықтаймын. Бірақ азанда ерте тұруға тырысамын. Ерте тұрып бір материалды оқитын болсаң, ендеше сенің миыңда демалған болады және әрине мида артық информация болмағандықтан жаңа материалды, жаңа ақпаратты есте сақтау өте оңай болады. Кейбір адамдарда басқаша болуы мүмкін. Мысал ретінде, кейбір оқушыларға түнде оқыған эффективно, чем таңертең ерте тұрғаннан қарағанда. Оларға түнде оқыған материал миына тез сіңіріп алу олар үшін оңай болуы мүмкін. Ендеше сондай оқушылардың қатарына жататын болсаңыз, әрине ендеше түнде оқыған сіз үшін эффективно болса, ол жасап жатқан іс-әрекетіңіз дұрыс. Бірақ та түнде оқу ешқандай пайдасы тиіп жатқан жоқ болса, ендеше өзіңізді қинап керек емес. Лучше ертерек ұйықтаңыз және ертерек тұрып, материалды, жаңа ақпаратты оқуға тырысыңыз. Мен санап жатқан жоқпын, даже қаншасыншы қателік екенін ұмытып қалдым. Жарайды. Енді тағы да айтайын деп жатқан қателігіміздің бірі, ол демалыссыз дайындық. Де даже пословица бар. Өзіңді қинап жұмыс жасағанша лучше бір дұрыс методпен, оңай жолмен жұмыс жасаған эффективно. Менің сіздерге беретін кеңесім помодоро әдісі арқылы дайындалу. Ал енді помодоро әдісі дегеніміз әр 30 минут сайын 5 не болмаса 10 минуттан бір кішігірім перерыв жасау. Помодоро әдісінің бір жақсы жағы, сіз әр 30 минут сайын 5-10 минут перерыв алғандықтан сізде эффективность бір деңгейде тұрады. Ал енді 2 сағат, 3 сағат бойы қатарынан ешқандай перерывсыз оқи беретін болсаңыздар, ендеше сізде эффективность түседі. Яғни сізге жаңа ақпаратты тез сіңіріп алу, жаңа ақпаратты есте сақтау қиынға түседі.
Менің беретін кеңесім помодоро әдісі арқылы бір пәнді болсын, жаңа ақпаратты болсын есте сақтауға тырысыңыздар. Осы видеоны түсіру үшін мен бірнеше каналдардан, сайттардан ақпараттар жинаған болатынмын. Сол себепті де менің каналымды, видеомды қолдап кетуге тырысыңыздар, яғни лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, бұның өзіме үлкен поддержка болады. Ендеше жалғастырайық. Келесі ол бізде визуализация жасамау. Біздегі визуализация, аффирмация деген нәрсенің шынымен де пайдасы бар. Және оның маңызы өте зор. Визуализация дегенде қалай? Біз өзіміз көріп жатамыз ғой, TikTok-дан болсын, YouTube-дан болсын, параққа жазып қойды, мысалы 120+, не болмаса 137 балл деген секілді. Оның барлығы шынымен сізге мотивация болып табылады. Егер сіз жай ғана 100 балл аламын, 100 балдан асыра алмаймын деген секілді оймен ұбытын тапсыратын болсаңыздар, сіздер шынымен де 100 балдан асыра алмайсыздар. Сол себепті де бір парақ алыңыз, оқитын жеріңізге сол параққа жазып қойыңыз. Мысалы 137 балл, 120+ балл деген секілді жазып қоятын болсаңыз, сіз сол балға қараған кезде 120+ балды алу оңай емес екенін сіз түсінесіз. Сол себепті де дайындыққа серьезно қарап бастайсыз. Яғни мүмкін болса ұзағынан дайындалуға тырысасыз, қай кезде болмасын уақытыңызды дұрыс пайдалануға тырысасыз. Жақсы жағынан беретін пайдасы өте көп. Сол себепті визуализация және аффирмация жасауға кішігірім уақыт бөлгендеріңіз жөн. Келесі ол бізде скучный жолдармен, методтармен ұбт-ға дайындалу. Бұл шынымен де ешқандай результат бермейді. Сіздерге айтқым келетіні, мүмкін болса дайындық кезеңін қызық қылып өткізуге тырысыңыздар. Жаңа методтарды қолданып көріңіздер, жаңа жолдармен ұбт-ға дайындалуға тырысыңыздар. Мысал ретінде квиз арқылы дайындалу, чем жай ғана кітапты қайта оқи бергеннен қарағанда эффективность жоғары болады. Жаңа ақпаратты тезірек жаттайсыз. Квизда бір ойын секілді. Егер де сіздің миыңыз, мысалы мен ойын ойнап жатырмын, ойын арқылы үйреніп жатырмын деген секілді ойлайтын болса, ендеше сізде дофамин бөлінеді. Әрине сол кезде сізге скучный болмайды, ұйқыңыз келмейді. Сізге жай ғана дайындық процесінің өзі қызық болады. Сол себепті де дайындық процесін қызық методтармен, жаңа методтармен ұбт-ға дайындалуға тырысып көріңіздер. Менің беретін ұсыныстарымның бірі осы. Сол себепті де жаңа методтарды қолданып көруден қорықпаңыздар. Жаңа методтарды көріңіздер, түрлі жолдармен ұбт-ға дайындалуға тырысыңыздар. Бұл дегеніміз жай ғана сіз өз-өзіңізге дайындық процесін жеңілдетіп жатырсыздар. Сол себепті де бірінші өздеріңізге сеніңіздер, осы үлкен қателіктерді жасамауға тырысыңыздар. Бұл қателіктерді қайта жақсы привычкаларға, әдеттерге айналдыруға тырысаңыздар. Ендеше алдағы уақытта, болашақта нағыз ұбт-дан өте жоғарғы балл аласыздар деп сіздерге нақты айта аламын. Менің сіздерге беретін поддержка, ең бірінші өздеріңізге сеніңіздер, өздеріңіздің қабілеттеріңізге сеніңіздер. Ең бірінші сіздер өздеріңізге сенетін болсаңыздар, ендеше сіздердің мұғалімдеріңіз, сыныптастарыңыз, жолдастарыңыз, достарыңыз, ата-анаңыз да сіздерге сенетін болады. Сол себепті де ұбт-ға дайындықты тастап кетпеңіздер. ұбт-ға дайындықты тастап кету ең бірінші өзімізге деген сенімділіктің жоқтығынан пайда болады. Біздегі ең бірінші приоритетке қою керек нәрсе өзімізге сену, үнемі энергияға толы болуға тырысу, үнемі көңіл күйімізді көтеруге тырысу, бір-бірімізге поддержка беру, бір-бірімізге сену. Бұның барлығы біздің алдымызда, яғни приоритетте тұру керек дүниелер. Менің видеомда соңына келіп қалды. Айтып кеткендей, осы қателіктерді жақсы привычкаларға, яғни әдеттерге айналдыруға тырысатын болсаңыздар, болашақта 20+ балды алатындарыңызға мен сенемін. Менің сіздер үшін жасаған видеом сіздерге кішігірім болсын пайдасы тисе, ендеше мен сіздер үшін қуаныштымын. Ендеше сау болыңыздар.